Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін президент Тоқаев былай деді: Никто не вправе указывать гражданам Казахстана, на каком языке ему разговаривать. Ни в быту, ни публично, деп айтты. Осыған бір-екі ауыз сөз айтайын деп едім, өз ойымды, өз пікірімді білдірейін деп едім. Бізде Қазақстанда қазақтардың саны уже 70%-дан асып кетті уже. Шын ба өтірік па, на самом деле біз 80, уже 85%-ға жеттік уже. Статистиканы әдейі азайтып жатыр дейді ғой. Қазақтың саны уже 70-80%-ға келді. Ең бастысы менің айтайын дегенім, қазақтар бір-бірімен қазақша сөйлесу керек. Ол басқа ұлтқа керек жоқ, сен қазақша сөйле, бүйт, сүйт деме. Қазақтар ең бірінші өз-өзімен қазақша сөйлесу керек. Содан кейін басқа ұлттар бізге қарап қазақша үйренеді ғой. Қазір не болып жатыр? Қазақтардың өзі көбісі өзінің ана тілін білмейді. Менсінбей ма, үйренгісі келмей ма, намысы жоқ па, білмеймін. Мен де өзім негізі орысша оқығам. Советский Союз кезінде бізге бәрімізге енді орысша оқытты ғой, бірақ намыс болғаннан кейін өз ана тілімді үйреніп алдым. Міндетті түрде қиналсам да үйреніп алдым. Сол үшін айтайын дегенім, қазақша сөйлеңіздер. Ешкімге талап ету керек жоқ, сен қазақша сөйле, бүйт, сүйт деп. Өздеріңіз қазақша үйреніп, қазақтармен қазақша сөйлесіңіз. Болды. Ең бастысы сол. Қалғандары ақырын өздері үйренеді. Олар бізге қарайды ғой. Бізді оценивать етеді ғой. Біз өзіміз бір-бірімізбен қазақша сөйлемесек, олар да ойлайды, мыналар өздері қазақша сөйлемейді екен, значит, не обязательно дейді ғой. Вот көрдіңіздер ме? Проблема, мәселе қайда жатыр? Аман болыңыздар.